Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышан Вешімдікіда қаға бойле мүлімат. COVID-19 дарқалувынен бағлы вазиет нормаль алға етті. Бұқта Жұмхурет ел башчысы болдарды оқайд еткеніне көре бұл ал чешет юнелеште çalışқан мүсеселерінің 95%-нан ачылуы үшін темел олды. Это и общепита касается внутри помещения, это касается курортных учреждений, гостиниц, отелей, здравниц, в том числе и без медицинской лицензии. Поэтому с 15 числа мы отменяем полностью режим самоизоляции. Қырымның косметика истесалжысы салям нұқталары үшін 30 бен антисептик чықарачақ. Мойсесе Жұмхуреттен сымары шалды. Хатырлатамыз, Россия Федерациясының анаясасына түзетувлер бойынша рей берув июньнің 25-ден июльнің 1-не қадар олып кечежек. Дезинфекция мальземелері ақында мұқберіміз Айшы Шулакова тариф етем. Изопропил спирт, глицерин ве шалфей яғы. Бұл қырым антисептигінің тәркібі. Епсі моделер мақсус аппаратта қарыштырыла, сонра есе борулардан цехке йоланыла. Мұнда Мойсенің қадимлері дезинфекция мақсулатыны 1 литрлік шишеге төкелер. Сонра есе дозатор қойыла. Ярлық кағытлары есе сонки басамақта япыштырыла. 2 ай белсі Қырымның косметик истезалжысы антисептик гель-веспрейлеріні чықарып башлады. Бөйлеліктің Қырым сакинлеріні бұл маллар етішмемезлігінден құртарды. На сегодняшний день Крым обеспечен антисептическими средствами, и у нас есть складские запасы, которые позволяют сконцентрировать производство на косметической продукции, которую мы нарабатываем под сезон. Истесалда лаванда, нарад, шымды есе шалфей, эфир яғлары құланыла. Глицерин ярдымынен яқтенде қалаве микробларға қаршы ішіні девам еті. Мальземе теріні құрутмай, атта аксине емшата ве сувлата. В день мы примерно делаем 6-8 тысяч. В данный момент мы льем объем литр один, но бывает еще и по 200 миллилитров, и 100 миллилитров. Ну вот, как поступил заказ, делаем литр. Шымды Қырым шirkетінің эпсы истесал күчлері сайляв нұқталары үшін антисептик ясалуына йоланылған. Жұмхуристы марыш 30 бин литр. Сегодня мы уже завершаем приготовление этого заказа. Он будет развезен, и к 16 числу избиркомы будут готовы открыться и полностью обеспечены антисептиком. Россия Федерациясының анаясасына түзетувлер көрсетілуі бойынша бұтын Русия рейберув күні июльнің 1-не тайынленді. Мемлекетіміздің эсас кануны 1993 сенесі қабыл етілген еді. Шымды анда Русия сакинлерінің яшайышында музбет тесір еткен 206 түзетувны көрсетмеге теклиф етелер. Коронавирус хасталығы дарқатылуындан қачмақ үшін июнның 25-ден июльнің 1-не қадар граждан боржыны бермеге мүмкін. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. ОНФ, яғни яңы несіл яшлар тешкілаттан айсаға түзетувлер көрсетілуі бойынша рейберув кетішатында санитар нормалар әрейет етілуіні көзетежек. Боле чәре емсәлявчыларының емде мақсус комиссияның қавсызлығы үшін зарур. Боле еті волонтерлар сәләв нұқтасына келген әрбір адамның сыжағыны өлчежеклер. Наша молодежка и представители Общероссийского народного фронта, часть будет, значит, участвовать благодаря Общественной палате Республики Крым как общественные наблюдатели, так и наши представители молодежки будут проводить мониторинг соблюдения мер безопасности, значит, будут контролировать наличие средств индивидуальной защиты, это и одноразовые перчатки, и одноразовые ручки. Қырымда сонке сутка девамында еді коронавирус хастасы қайдылында. Бұақта Сергей Аксенов өзінің ВКонтакте сайфесінде хабиратта 5 хаста велкі қайдетілгенлерінен бағлы. Екі адам сағламлар тешкерілгенде анықланды. В частной лаборатории был выявлен случай на COVID-19, госпитализирован в Симферопольскую городскую больницу. И второй случай в городе Феодосии, это контактный по ранее выявленному очагу. Госпитализирован был ранее в инфекционное отделение под медицинское наблюдение и при подтверждении лабораторного исследования также переведен в 7-ю городскую больницу. Эпсі хасталар әкімлерінің незаретіне алынды, алақада бұлынған шақыслар белгілене вет ешкірілі. Бүгінгі күнде Жұмхуриетте 546 кіші яңы коронавирус хасталығына ұғырады. Пандемия вақтындан берлі 363 кіші тәдәвиленді. Қырымда имтиязлы қатнав яңыдан қайтырылды. Енді Қырым ветеранлары, нефақачылар ве башқа имтиязлы категорияларға айтсекендер жемат нақлетінен бедава қуана білелер. Бұақта Қырым ел башчысы хабиратта тәфсилатлар Султанеси Такайванын левқасында.
Нефақаджи Надежда Дзубенко юзунде түббес сумнен троллейбусқа кіре айдавжыға шадет намесіні костере о самоизоляция деварындеді чалышты. Оның үшін ел парасыны толеп нақлиетте қатнамуға мечбур олғаныны тариф ете. Сейчас очень даже рада, что наконец-то это сделали. Я говорю, бесплатный проезд, теперь можно ездить куда захочешь. Нина Йоршисе имтиязлар вақтынжа тоқтатылғаныны ичі дуймады. Экай девамында евде отырды. Мы законопослушные граждане, сидели дома, и вот как открыли бесплатный проезд, мы поехали. Имтиязлы қатнавны тап март айында лягу еттілер бойле сыныр самоизоляция вақтында қатнағанларының сайысына азлаштырмақ, вени фақаджыларының сақлығына сақламақ үшін көрсетілген еді. Радость! Сегодня день пенсионеров, получается, наш праздник. Жемат нақлиетінде имтиязлы қатнавнен жебе арқасында çalışқанлар, сияси репрессияларға оғрағанлар, емек веджен қызметінің ветеранлары, яш вестаж бойын және фақаджылар, қараман аналар сайылған қадынлар ветчоқ балалы қоранталарының балалары қолана білелер. До введения режима повышенной готовности у нас действовало 33 категории граждан. В настоящее время к такой у нас отнесены категории, это как медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора, а также социальных служб. Жемаат нақлиеті эвелкі режимінде чалыша әмді қавсызлық чарелері бойынша мониторинг кечірілі. Бұл дезинфекция вес салонларының толу олмамасы көзетілі. Соответственно, в случае появления, скажем, весточек о том, что у нас на территории Республики Крым каком-то из автобусов переполнен, он принимаются меры оперативные по добавлению либо количества рейсов, либо увеличению вместимости автобуса. Bundan gayrı Naqliyet Vezirligi naqıtsız yol parası көрсетілуі бойынша инвестицион лейхана амелге кечире. Султни Истакаев, Эрвин Эмиралиев, Асан Зивадинов, Меллет үшін. Бала бақчалары ачық. Бүгінгі күнден башлап Қырымда мектептен евел мөсеселері евелкі режимде çalışып башладылар, ама яңы қайделер бойынша. Ана бабалар эпидемиологик мұйт ақында весіқа тақдим етмек кереклер. Бақчалар насыл шартларының çalışacağı ақында базымлеп қымызда. Қырымда мектептен евел тәсіл мөсеселерінің қапылары ашылды. Сабарты кенжелер севімлі достлары ветербейжелерінен көрішмек үшін бақчаға ашықалар белі олғанына көре ең чоқ қуанғанлар бұл ана бабалардыр. Ребенок доволен, ходит, вот, пошел с таким большим удовольствием. По лицу, конечно, не скажешь, но он очень рад, безусловно. Мы рады, мы чуть-чуть больше свободного времени. Бақчаның кірішінде балаларны тіббейджелер қаршылай. Олар келгенлерді бақалар, весі жақларыны өлчейлер. Делай ладошечки, давай. Вот так. Обрабатывай каждый пальчик. Умничка. Не бойся. Саба азбардаки ойын мейданını темізлейлер ве дезинфекция кешірелер. Ана бабалар 1,5 метрлік месафені реайет етелер. Бір группа есемінде ось кірішінден чықа. Личные игрушки мы не разрешаем приносить в сад, потому что в саду у нас игрушки обрабатываются. Бинаның içinde de месафеге реайет етелі. Эм дерслерде, эм балалар ашап içкенде ве атты юқлағанда ойынларını чоқча тазе авада кешірелер. Evden oyuncaklar getirilmesi ise enді яса. Мы параллельно ведем дистанционное, скажем так, обучение. То есть те дети, которые не посещали детский сад, как вы понимаете, посещал до 12 детей, мы проводили занятия, и те же занятия скидывали дистанционно на сайт. И родители могли ознакомиться и провести с детьми в игровой форме. То есть позаниматься. Тәсіл программасы денішмеді. Балачықлар евелкі кебі белгі алалар, чизалар ве ойнайлар. Евде де балалар дәрслеріні девам еттіргенлері белі олды. 1,5 ай девамында бала бақчаларында нефбетчі группалары çalışты. Бүгін епісі группалар açılды. Епісі хавсызлық чәрелері бақыла. Бір ана баба эпидемиологик вазиет ақында весіқа тақдим етмек кереклер. О яшаған ерде хастаханеде япыла. Оны педиатр екімі язмақ керек. Принимаем детей на основании справок об эпидокружении, то есть с условием, что они не находились за пределами Крыма. Бала бақчалары язлық ішке кечелер кенжелер чоқча вақыт тазе авада болынажақлар. Әмді епісі қавсызлық чәрелеріне реайет етілежек. Бұны мөссенің тәрбиежелері көзетежеклер. Ихтар даваға чевральда. Оның нәтижесінде Ялта мемуреті юлбашчысының ярдымжысы Дилавер Сейдаметов зарар корда. Мемур мескен евлер янында агрессив шекілде машина айдаған яшларға бұ алыныққа айдатты. Вазиетні Қырым мұсылманлары діни тешкілетінің қадылары бақтылар. Насыл қарар чықарылған ақында базым невбетте көліп қамызда.
Здесь, вот в этом месте, две женщины с колясками и с детьми шли. Он чуть их не сбил. Ялта мемориеті елбашчысының ярдымчысы Делавер Сейдаметов дава юз берген ерні көстере. Мұнда Корейзінің Мескен секторында Мусафырхане ве Хавехане ерлеше. Еркек үйінің 5-шінде евге қайтқан вақытта араба ювылған ерге келді. Біраз вақыттан сон мұнда яшлар группасы етіп келді. Олар Мескен евлер янында бойық сүрәтнен арабаларыны айдадылар. Шу себептен Делавер Сейдаметов оларға ихтар етті. И вот в этом месте произошла драка. Дава бірден көтекке чевірілді. Бұл вазиет Қырым мүфтилігі яндаки қадылар тарафындан бақылды. Махкеме Қырым мұсафырлері режассынен кечірілді. Это уже очень давно в Крыму есть, может быть лет 20, если не больше в Крыму это есть. Единственное, что оно не до такой степени, возможно, распространено было. Оно было в рамках, там, допустим, семейного права, в рамках, там, допустим, каких-то торговых отношений. Мы видим, что, Аллах шкур, на сегодняшний день религиозное понимание людей изо дня в день растет. Mahkeme oturuşu yılın 10'unda Ahmedcit'te başlandı. Toplaşu aman 5 saat devam etti. Kadın Müslüman mahkemecisi iki tarafını da dinledi. Kozetuf kameralarının yazıları baktı. Qayt etmek керек ki mahkeme bakılığı devamında iki taraf bir-birine karşılığı urmet gösterdi. Молодежь с горячей кровью, на эмоциях, плюс шайтан, который дал возможность разгореться ситуации, привело к тому, что группа людей между собой, так скажем, подрались. Но мы видели и по, скажем, свидетелям, и по видео, которое там было с места происшествия, что первые наши драку не начинали. Всеми путями пытались урегулировать ситуацию, успокоить, остановить, но это не получилось, не удалось это сделать. То есть случилось то, что случилось. Тут главное это конечный результат, то, что они выслушали, осознали, друг друга, скажем, поняли, извинились, простили, обнялись и остались братьями. Делавер Сейдаметов Мади cevaptan reddetti. Ялта мемориеті елбашчысының yardımcısı erkes o günde afu soravını talap etti. Ve böyle de oldu, mahkemenin iştirakçileri bir-birinin el tutuştular. Есть негласные правила, особенно это касается гостей, приезжающих к нам на полуостров. Как минимум, они должны относиться уважительно по отношению к крымчанам. Зачастую конфликты случаются из-за мелочей, и часто их приходится решать на более высоком уровне. Я выдвинул требование о публичном извинении, и оно было сделано. Также я обратился к единоверцам, чтобы больше они в Крыму такого не устраивали, а вели себя, как подобается гостям. Mahkemenin kararının iki taraf da razı oldu. Davat yazıldı. Dini hizmetçiler cemiyetlerinden subet geçirdiler. Cumhuriyette barışık ve tinçlik olmasına çağırdılar. Kadılar oturuşunun sonunda birlikte namaz kılındı. Haberler takımı millet için. Бақчасарай районын Бурлыкөнде 500 адамны сығдыра білген православ ибадетханесіні құрмаға планлаштыралар. Ел четіндегі дамыртада құруджилық башланмаздан евел капсула көмілді. Лейха тізгенлерінің фікірінже анда бұтын бір комплекс ерлешечек. Ерлі сәкенлер бұны аман-аман 30 ел бекледілер. Тантанада дин қызметшілері векілсеге қатнайжақлардан ғайра кемет векілері де болындылар. Освещаться по нашим планам этот храм будет как раз в следующем году, уже на Пасху. Причем я рассчитываю привести благодатный огонь сюда, прямо из Иерусалима, до 12 часов, до начала празднований. Бақчасарай районы Фотисала койның сәкенлері Қызыл Йылдыз орденінен айыл олған көдешлеріне лейтенант ве танкист Яқуб Лимановға тунч бюст ерлештірділер. Қорқу білмез бақы жвеса меметебе сөм экелтраж қыраманы бойлет асфератта. Эскез озерінде Шнайдер Алиев бір елі велсі башлаганады. Очень мало, конечно, было такой хроникальной фотографии, но из этого вот получился вот такой бюст. Значит, я старался передать вот тот характер
Вот он в молодом возрасте ушел, и такой, знаете, позитивный человек очень. Улы ватан женкі башлағанда еркішы 26 яшында еді. О Берлинге же бұтын женкі ұлыны кечті. Улы Ғалибеге же 2,5 ай қалғанда 1945 сенесі Алманияда елек oldu. Umut etkenimiz inşallah Allah yardımcı oldu. Koyduk. Yüreğimizden tıkaran taş çıktı. Endi aytacağım bir daha tıkaran yemeğimiz var. Endi inşallah kısmet olsa bana Rais Polkovnik'a звонить etsek, ondan haber etsek, haber eterler ne vakit açacağımızı. 100 kiloluk abidені көйнің мерkezінде Ленина соқағында ерлештірділер. Косметик ішлері екінленген сон июньнің сонында ачылув тедбірі кечерілежек. Қырым-татар қырманын бөсті янында 200 квадрат метрлік мейданда шаншурет алесіна яратмақ ниеті бар. Ахмезжет районы тақта жәмек өндекі жәмені тамир етмек үшін 6 миллион рублей етішме. Реконструкция көбін 18 сенесінің март айындан берле алып барыла. Бинаның темелі пекітілді ве құбе ерлештірілді. Енді қыздыру ве косметик тамир кечірме қалды. Тәфсилатлар бұзым мұхберлерімізден. Тақта жемесінде ezan оқыла. Yol boyu кеткенлер аледа намаз қылмақ үшін тоқтайлар. Эта мечеть находится на Ялтинской трассе государственного значения. И мы решили ее совместно с джаматом вместе, с населением вместе, мусульманским населением вместе отреконструировать. По той причине, что на сегодняшний день она оказалась в аварийном состоянии, и мы решили ее срочно отреконструировать. Экспертлер бинаны қазай деп таныдылар. Оның үшін 2018 сененің март айында оның реконструкциясы башланды. Меценатлар ве сәкінлерінің ярдымының 4 миллион рубле топланды. Ама бұл етірлі дегіл. Құручылық ішлеріні екінлемек үшін да 6 миллион рубле керек. Когда была произведена экспертиза, обнаружили несоответствие фундаментов, несоответствие несущих конструкций стен и покрытия конструкций данного здания. Были произведены проектно-изыскательские работы, составлена смета, чтобы хотя бы определить примерную стоимость реконструкции здания. Лейхаға бинайен чемеде бір эсас кубе ве уч кичик кубе олacak. Бина регионына ось мимари шекеллерінен ярыштырacak. Мечеть на сегодняшний день значение большое имеет. То, что, допустим, она находится на трассе, многие проезжие мусульмане, как и местные мусульмане, приходят здесь молятся. Көйде яшыған мусульманлар диндашларындан бойле и іште ярдым сорайлар. Истеген әрбір мәдди ярдым көстере біле реквизитлеріні экранларыңызда көресіз. София Шукурова, Гузель Мамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Бақчы сырайдаки айванат бақчасында мерақлы вақа юзберді. Мында бір автовелсі ұлыштадан яңы доған қаражаны алып келділер. Оны роз адлы ечкі бақы башлады. Шымды о кішкенені сотнен еміздіріп бақа қырымдаки бәйімбе ақында Эльмас Аблакимова девам ете. Сарышын айванчық чейлдай ве бақчы сарайының айванат паркның ялысында ұтмаға тыры Шабудульбер Қаража мында яны келген айванчық етрафны мерахнен көзете. Кечкен авта алушты орманларында яны доған Қаражаны мантар жиылған адамлар тапты. Олар аны серебряная копытца деп адладылар ве шер аквариумна берділер. Андан есе айванчықны бақчы сарайға кетірділер. И тут вот у него, как видите, тоже новые друзья, которые любят, общаются. Они друг друга вылизывают, как бы бегают, играются. Они лазят на нем. Табиатта ич олмаған шей насуха ве кечкене Қаража балалары бір-бірінен ойнайлар. Айванат паркның бала одысындаки келималары үшін ойын мейданына чевірілді. Қырымлы Бэмбинің іштирагінен да бір парадокс юз берді. Кечкене айванчықны роза адлы ечке емезе. О Қаража баласына накы болды. Серебряная копытца еді көнлі кадетенже яны доған Қаражаларны анасы қалдырмай. Мамантар жиылған адамлар бұл кечкенені бір озыны таптылар. Айванат қадемлерінің тақминлеріне көре белкеде оның анасы браконьерлерінің қолына түшкендір. Бұяны евде Қаража баласы үшін епсі кереклі шарайтлер яратылған. Айванат бақчасында үндан ғайры яны доған айванлар да бар. Ама кечкене Қаража ве роза адлы ечке диққатқа лайық айванлар олдылар. Эльмас Аблакимова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін.
Қырымда беңлер жемезон мектеп бітіргенлер аққанда аттестатларыны елде еттілер. Көмер мектеплерде тедбірлер эвел онлайн форматта кечті. 44-ші мектепнің сабық тәлебелері есе сыңырлары лағу тілівіні беклеп байрамларыны адеттін же кечірділер. Тантаныл программа, чечеклер, ожалар ве ана бабалар. Мұсафырлер арасында мұхбіріміз Эльмаса Блакимова да бұлынды. Санада дүлбер қызлар ве егитлер бұлына салонда жанлы ана бабалар. Мезунлар байрамның башында 11 ел девамында тек аля баларға оқығанларыны қаршылайлар. Аляжыларыны алтын медальернен тақдирлейлер. Медальге наил олған 4 мезун арасында тек бір қыз Сабрия Бекирова бар. Оның айтқанына көре мектеп программасыны енгенлікнен менімседі. Атта дистанцион тәсіліні қолай кечті. Я была так воспитана, что я должна быть лучше из лучших. И со временем, когда я привыкла, это было легко. Тамила Сейдаметова Сабриянын сыныфдашы. Қыз өз зинатыны чоқтан сешті bu іште ожалар буюк ярдым көстерділер дей Тамила. Спасибо за то, что помогли направить. Помогли мне выбрать мою дальнейшую специальность. Хотела бы пожелать нервов покрепче, потому что все дети разные, и это все-таки процессы взросления. Это люди, которые с нами долгое время, которые нас направляют. Я хочу в дальнейшем заниматься делом юриста-международника и хочу развиваться в этом направлении дальше. 1120 талебеден 720-сы башлангыч мектептен мында тілер үгреленуіне айрынжа янашалар. Билингваль система баларға бір қачтылны үгренмеге ярдым ете бөле талебелер тәсіліні рағбетлі али оқып юртларында девам ете білелер дей мектеп мудиры. Из года в год количество наших классов растет, и я думаю, что на будущий год дадим еще более эффективный результат. Несмотря на то, что пережили достаточно сложный период дистанционного обучения, все выпускники получили аттестаты о среднем образовании. Хайрлав ве огут сөзлері енді сабық тәлебелер үшін яңғырай огре оларны буюк ве ачық ел беклей. Ендіден ожалары bu яшларының қаталарыны доғырламайжақ. Емді бірден теміз дефтерге язмақ керек олajaq. Эльмаса Блакимова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Енді ярмадамыздың епсі тренажер залларында ве фитнес мерkezлерінде идман етмек ве ярышларға азырланмақ мүмкін. Олар бүгін Роспотребнадзор идаресінің талапларына көре ресми шекілде çalışы башладылар. Залларының ішіне пандемия насыл тесір еткен ақында базым левхамызда. Антон Труденко ел мускулатурасы үшін ең темелі межгулетлерден біріні бежере. Гантелеларны көтере бүгін учайлық тенефюзден сон залда межгулетлерні янындан башлады. Конечно, тяжело восстанавливаться после такого длительного срока. Вот дома не занимался все это время. Некогда было, да и, если честно, упражнения в зале сравнить с домашними тренировками нереально. Яны формата ве Роспотребнадзор идаресінің талапларына көре девамлы тенефюстен сон тренажер заллары ве фитнес мерkezлер өз қапыларына açты. Маска ве қолчақлар әледі актуаль, ама клубның администраторы үшін. Зеречілерге олар зарур дегіл санитар темізлікде yapılmalı, антисептиклер азыр тура. Мы обрабатываем антисептиком поверхности, также 4 раза в день обрабатываем тренажеры, полы в тренажерном зале специальным средством. В масках, в перчатках работаем. И стоят также рециркуляторы. Бірінші ешкүні мұнда динамик музыка ве идманжының емірлері алтында еді кіші идман еті. Эсазен бұл абонементлері тоқтатылған адамлардыр. То есть, если у человека был абонемент на полгода, у него там оставалось 2-3 месяца, все эти, ни одного занятия он не теряет. То есть, мы идем навстречу. Мы их тоже понимаем. Залның ребері Асан Ягяев айқанына көре самоизоляция девамында одаларының сайплері киралық параларыны толу шекілде лағу еттілер. Ама бұл айдан башлап спортив клубның мудиры бұтын параларыны төлемек керек. На акции сейчас не рассчитываем, так как уже ранее сказал, очень много людей действительно сейчас придут заниматься, у них уже абонементы проплачены, и мы с этих клиентов никаких денег не получим. Для этого у нас будет акцент лишь только на рекламу и надежду на то, что люди действительно придут заниматься в их любимый зал. Тренажер залының умуми мейданлығы 500 квадрат метрні тешкел етті. Бұл бұйық залда бір вақытта 60-тан зияде адам идман кечере білелер. Ама 1,5 метрлік күчтемей месафені мұтлаққа қалдырмақ керек. Бұны администратор ве залының идманжылары декқат айырлалар. Эльмаса Блакимова, Севиля Миметова ве Асан Ибрагимов. Миллет үшін. Шымдықы да қақабу епсі қаберлер келечекенімізні 21 бұчықта қачырманыз. Хайрлақ шымлар.